Облыста мақта шаруашылығын дамытудың және мақта тоқыма кластерін қолдаудың 2027 жылға дейінгі өңірлік жол картасы бекітілген болатын. Жол картасына сәйкес өңірде 9 мақта тоқыма кластерін құру жұмыстары жүргізілуде. Нәтижесінде 14 мың жұмыс орны ашылып, жыл сайын салық түсімі 26-да 2 миллиард теңге құрайтын болады деп жоспарланған. Аталған жоспардың орындалу барысы облыс әкімдігінде арнайы талқыланды. Өңір басшысы Нұралхан Көшеров мақта кластерін дамытудың маңызына тоқталып, жауаптыларға жұмысты жандандыруды тапсырды. Су үнемдеу технологиясын енгізуде өңірде ашылған кәсіпорындардың тартылуын баса айтты. Түркістан облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының міндетін уақытша атқарушы Әлбек Плялов осы бағыттағы жұмыстарды баяндады. Сауран, Ордабасы, Шардара аудандарында бір-бірден және Мақтаарал мен Жетісайда 3 кәсіпорыннан құру жоспарланып отыр екен. Тұран арнайы экономикалық аймағында Түркістан мақта агроөнеркәсіп кешені жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мақтаны терең өңдеу және дайын өнімді экспорттау көп сала нысанының құрылысы басталды. Жоба құны 146,8 миллиард теңгені құрайды. Толық циклді тоқыма фабрикасының құрамына иіру, мата өндіру, бояу, өңдеу бойынша 11 цех салынады жалпы. Жылына 13 мың тонна иірім жіп, 50 миллион метр мата, 7 миллион жиынтық төсек орындары шығарылатын болады. Болашақта Мадейін Түркістан тігін жіптері мен маталары брендтері сатылатын болады. Жалпы жоба аясында 4 мың жұмыс орны құрылады деп жоспарлап отырмыз. 2024 жылы жаңа Қытай технологиясымен 1,2 мың гектарға мақта егілді. Технологияның тиімділігі суды, энергияны, еңбек ресурстарын және минералды тыңайтқыштарды үнемдей отырып, гектарына 60 центнерден өнім алуға мүмкіндік берді. 2025 жылы облыс бойынша мақта дақылын 135 мың гектарға орналастыру жоспарланған. Оның ішінде дәстүрлі тәсілмен 85 мың гектар, ал жаңа технологиямен 50 мың гектарға мақта егілмек. Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметінің көмегімен Әсем Жұмалиева, Гүлмира Саржанова, Ақпарат, Түркістан қаласы.